Бұл бейнеде біз номерді пішімдеуді қалай қолдану керектігін қарастырамыз. Өте маңызды сабақтардың бірі, сол себепті мұқият тыңдап қарап отырыңыз. Сан форматтары электрондық кестеде сандық мәндердің әртүрлілігін көрсетеді. Ұяшықты нұқып, жай санды тергенде Excel бағдарламасы общий, яғни жалпы форматтағы санды қолданғымыз келеді деп түсінеді. Яғни қарапайым сан. Алайда общий, жалпы форматты әрдайым ең тиімді формат болып табылмайды. Сонымен, менде мынау кестеде ақшалай мәндік жиынтығы бар кесте. Алайда мұнда формат мүлдем қойылмаған. Өйткені сандардың кейбіреулері ондық бөлшектерде, 2, 3, тіпті 4 сандары бар. Және қандай валютамен жұмыс істейтініміз белгіленбеген кесте. Сонымен мен мұнда алдымен валютасын қоямын. Мен мәндері бар барлық ұяшықтарды таңдап, нөмірлер форматтау тобына келіп, ашылмалы пернені басып, денежный, яғни ақшалай форматын таңдаймын. Және бұл әлде қайда жақсы көрінеді. Денежныйға ұқсас біз финансовый, сан форматын да таңдай аламыз. Ол біздің ашылмалы терезеде немесе біз ашылмалы терезенің астындағы доллар белгісін басуымызға да болады. Бұл алдыңғы форматтауға өте ұқсас көрінеді, бірақ бізде валюта белгісі ұяшықтың сол жағында, сонымен қатар нөлдік сандар сызықшамен белгіленген. Және сізде минус таңбалы сан болса, бұл формат оны жақшамен көрсетеді. Қысқаша айтқанда, бухгалтерлерге, финансистерге таптырмас формат түрі болып табылады. Ескертетін нәрсе, ол таблицалармен жұмыс жүргізген кезде бірыңғай я денежный, я финансовый форматты таңдаңыз. Екеуін араластырып қолдансаңыз, кейін шатасып кетесіз. Келесі доллар белгісіне оралсақ. Ашылмалы тұтқаны бассаңыз, сізде әртүрлі валюталарды таңдау мүмкіндігі бар. Біз ең төменгі жағындағы другие финансовый форматы дегенді таңдаймыз. Ол жерде біз обозначение дегенді ашып қарасақ, әртүрлі валюталарды көре аламыз. Тіпті биткоин валютасын да қосыпты. Бізге казахский, яғни теңге валютасы керек. Окейді басамыз. Біздің таблица толық теңгеге ауысты. Келесі өте пайдалы тағы бір формат, бұл пайыз форматы. Сонымен менің комиссиялық мөлшерлемеме қарайық. Менде 0,0.5 деген комиссиям бар. Бұл санды пайыздық форматта көрсету үшін мен осы ұяшықты таңдап, пайызды таңдаймын. Енді ол 5% деген түсінікті форматқа ауысты. Есіңізде болсын, 5% 5 бөлінген 100, яғни 0,05 дегенді білдіреді. Егер сіз мәнді терген кезде, сіз пайызды алғыңыз келсе, онда сол пайыз белгісін бірден теруге болады. Сондықтан мына жерде мен 10% деп теремін. Келесі Enter түймесін басамын. Сонда Excel бағдарламасы бұны тікелей пайыздық белгі бар, яғни бұл пайыздық форматтағы сан деп түсінеді. Егер мен мұны обычный, жалпы форматына ауыстыратын болсам, бұл 0,1 екенін көрсетеді. Өйткені 10-ды 100-ге бөлсең 0,1 болады. Қайта қайтарайын. Енді біз қарастыратын соңғы сан форматы ол күн форматы. Егер мен ұяшықты таңдап, бір санын басып, Enter түймесін басып, қайта оралып, оны краткий формат даты, қысқаша күн форматына түрлендірсем, оның 1900 жылдың 1 қаңтарына өзгертілгенін көресіз. Сонымен Excel бағдарламасындағы күндер 1900 жылдың 1 қаңтарынан бастап ары қарай жалғасады. Яғни 2 саны 2 қаңтар 1900 жыл, 3 саны 3 қаңтар 1900 жыл тағы сол сияқты екенін көрсетеді. Қысқаша айтқанда, Excel күн форматын негізінен қарапайым сандар ретінде оқиды. Енді пайыздық формат сияқты, егер мен ұяшықта мәнді күн сияқты етіп теріп, Enter пернесін бассам, Excel автоматты түрде күн форматы деп түсінеді. Алайда Excel сандарды күн форматы ретінде түсіну үшін күн сияқты жазу маңызды. Мысалы, егер мен жай ғана 2017-03-03 деп теретін болсам, бұл күн форматы емес, бұл қарапайым сандар тізімі. Сондықтан Excel бағдарламасы оны General, жалпы форматына қалдырады. Бұны жойып тастайық. Сіз таңдай алатын тағы бір күн пішімі длинный формат даты, ұзын күн форматы. Егер мен мына ұяшықты таңдап, длинный формат даты форматын таңдасам, ұяшықтың ішіндегі мән жартылай текстке ұқсап қалады. Тағы да, мен беретін нәрселердің бірі ол ұяшықтағы форматтаудың маңыздылығы. Мен мына ұяшықты таңдап, ұяшықты көк, ал қаріпті ақ түске өзгертемін. Содан кейін ішіндегі мазмұнын жоямын. Енді ішіндегі мән өзгергенімен, Excel ұяшық ішіндегі форматтауды сол жерде қалдырды. Бұл нені білдіреді? Егер мен ұяшыққа кейінірек кіріп,
45-ті теріп Enter түймесін бассам, мен кенеттен күнді аламын. Бұл аздап алаңдыратын нәрсе. Бірақ мұның бәрі ұяшық күн ретінде форматталғанын білдіреді. Және сізге тек қайтып оралып, оны басып, общий, жалпы формат етіп өзгертіңіз. Мәселе шешіледі. Біз бұларды әзірге егжей-тегжейлі қарастырмаймыз. Жай есіңізде болсын. Егер сіз ұяшыққа енгізген мән кенеттен басқа мәнді білдірсе, сізге жай формат түрін өзгерту қажет. Және де, егер сіз алдыңғы бейнедегідей форматты тазалау құрылғысын қолданғыңыз келсе, мысалы мен осы екі ұяшықтарды таңдап, очистить бөліміне келіп, очистить форматы түймесін бассам, бұл менің күндік форматтауымды алып тастайды. Сонда сізде бұл қандай сан деген сұрақ туындап қалуы мүмкін. Бұндай жағдайда да жай форматтау түрін қалпына келтіріңіз. Ал енді өзіңіз жаттығу жасап көріңіз. Ctrl-Z пернелермен кез келген қатені қайтаруға болатынын ұмытпаңыз.